О дүниеге барып қайтқан ағамның әңгімесі. Сонау бір жылдары ағам өмір мен өлімнің арасында жатқанда арғы дүниеге барып қайтқан еді. Ол жайлы өзі. Маған берілген жолдама жалған болып, мені о дүниеде қабылдамай қойды, деп қалжыңдап отыратын. Ол кезде біз Өзбекстанда тұратынбыз. Ағам лауазымды қызмет істейтін. Жат ел болған соң көре алмай, аяғынан шалғысы келетіндер көп болатын. Талай рет үстінен арыз жазғанмен, ағам ісінің білікті маманы болған соң, жоғары жақтағылар оны қолдап, әркез қызметінде қалдырып жүретін. Оның бірін білсек, бірін білмейтінбіз. Қызметінде болып жатқан жағдайларды айта бермейтін. Көп жағдайда ондай болыпты, мындай болыпты деген гу-гу әңгіме шыққанда сыртынан еститінбіз. Ақыры қаскөйлер қастандық жасап, ағамды қызметінен кетірді. Бір мереке кезінде облыста басшы қызметінде істейтін бір ауданның басшылары қонаққа шақырады. Ағам аң атқанды ұнататын. Соны білсе керек, сыйлы қонақтарды аңға алып барады. Қараңғы түскенде топ-топқа бөлініп, жабайы шошқаның жолын аңдиды. Бір кезде бір жабайы шошқа жүгіріп өтеді. Сол кезде аңшылар гүрс-гүрс ата бастайды. Аңшылардың ешбірі жабайы шошқаға оқ тигізе алмайды, бірақ бір оқ ағама тиеді. Ол қаңғыған оқ па, әлде әдейі дәлдеп атқан оқ па, ол жұмбақ күйінде қалды. Құрметті тыңдарман, әңгімені жалғастырмай тұрып айтайын дегенім, менің видеоларымды 76% адамдар каналға тіркелмей көреді екен. Өтінемін, егер де әңгімені тыңдап отырған болсаңыз, каналға тіркеліп, видеоны соңына дейін көріңіздер. Қазақша каналдарды қолдаңыздар. Тіл жоқ жерде ұлт та жоқ. Сол жерден ағамды лезде облыстық ауруханаға жеткізеді. Оқ маңызды органдарының бірін жарақаттаған екен. Дәрігерлер жедел ота жасайды. Одан кейін ағам 3 күн ес-түссіз жатты. Әке-шешеміз ертерек қайтыс болып кеткен соң, бар сүйенеріміз сол ағамыз еді. Соңынан ерген 2 інісін институтта оқытты. Ағамның арқасында олар жақсы жұмысқа тұрды. Менен үлкен 2 апайым, бірі институтты, бірі техникумды бітіріп тұрмыс құрды. Олардың тойын өткізіп, жасауын түгендеген де сол ағам. Мен үйдің кенжесімін. Ол кезде ағамның қолында тұратынмын. Сондықтан да болар, маған әкем секілді қамқорлық жасайтын. Мен үшін ол әрі ағам, әрі әкем еді. Мен оны өзгелерден гөрі ерекше жақсы көретінмін. Сондықтан 3 күн бойы жеңгем екеуміз аурухана күзеттік. Есін жиған соңда ағам 1 ай ауруханада жатты. Одан кейін тағы 1 ай үйде болды. Сол кезде ес-түссіз жатқанда о дүниенің есігіне барып қайтқанын айтқан еді. Ағамның айтқаны. Қызық, анадай жерде дәрігерлер маған операция жасап жатты. Оны өзім сырттай көріп тұрмын. Бірақ ешқандай жерімнің ауырғанын сезбеймін. Кетіп қалайын десем, операция үстелінде жатқан өзімді қимаймын. Мен кетіп қалсам, ана дәрігерлер өлтіріп қояр деп ойлаймын. Дәрігерлер бір-біріне бірдеңе деп айтып жатты. Бірақ олардың дауысы маған естілмейді. Мен шынының ар жағында тұрған соң естпей тұрмын-ау деп ойлаймын. Бір кезде аппақ ақ киінген, арқасында қанаты бар періште қыз келіп, сені ана жақта әкең шақырды, дейді. Әкемді қатты сағынған екем. Операция үстеліндегі өзіме де қарамай, қайда деп періштенің соңынан ұштым. Керемет әдемі бақтардың үстімен ұшып келеміз. Бақта жүрген адамдар бізді байқамайтын секілді. Бәрі өз-өзімен әндетіп көңілді жүр. Бір кезде аппақ бұлттың арасына кіріп кеттік. Мен әкемді көруге асығып, шыдамым таусылып келем. Бір кезде керемет, бір салтанатты сарайдың ішіне келіп кірдік. Сарайдың әдемілігі көздің жауын алады. Жан-жағыма қарап келе жатып, періште қыздың қайда кетіп қалғанын байқамай қалыппын. Не істерімді білмей іздей бастадым. Қарасам, анадай жерде анам келе жатыр. Апа, деп тұра ұмтылдым. Құшақтамақ болып едім, анам бізге қазір құшақтасуға болмайды, деп мені тоқтатты.
«Мұнда не істеп жүрсің?» деп сұрады. «Әкем шақырыпты деймін». Анам ренжіп, «Сен қазір бала-шағаңа, әлі тұрмыс құрмаған қарындасыңа қажетсің. Әкең күте тұрады. Қазір жылдам қайт», деді. «Апа, мен қайтар жолды білмеймін ғой», деймін. Бір жағынан әкемді көрсем деген қимастық та бар сияқты. «Ана есіктен шықсан, сол жерде жол көрсетуші тұр», деді. Есіктен шықсам, басқа бір періште қыз тұр екен. Ол жол бастап, мені бағана өзім кеткен аурухананың операция бөліміне әкелді. Бірақ дәрігерлер жоқ, жалғыз жатырмын. Өзімнің қасыма келіп отырдым. Ол маған құшағын жайды. Екеуміз құшақтаса кеттік. Сол кезде ояндым, дейді ағам. Сол жағдайдан кейін ағам басқа жұмысқа ауысты, бірақ денсаулығы жиі мазалайтын. Ақыры ағам қызметтен кетті. 1987 жылы Алматы облысына көшіп келдік. Ағам бір күні түс көріпті. Түсінде баяғы періште қыз келіп, «Сені әкең мен шешең күтіп отыр, таяу күндері ертіп апарам», депті. Жүрегі бірдеңені сезді ме, әлде түсті жамандыққа жорыды ма, әйтеуір жеңгеме дайын бол депті. Ол әңгімені жеңгем ағам қайтыс болғаннан кейін ғана айтты. Сол оқтың зардабынан ағам 58 жасында қайтыс болды. Қазір де сол жағдайды еске алғанда үнемі «Қазақтың өзге елде сұлтан болғанша, өз елінде ұлтан бол» дегені тектен-тек айтылмаған екен-ау деп жүреміз. Егер ағам өз елінде болғанда әлі тірі жүрер ме еді деген ой келеді. Әңгіме авторы Назима Бекмұратова. О дүниеге барып қайтқан мұғалім. Студент кезімізде бізге бір оқытушы жантану пәнінен дәріс оқитын. Сауаттылығы мен кәсібилігі өз алдына. Біз ол кісінің адамгершілігін де қатты бағалайтынбыз. Сабаққа дайын болмағандарға қырын қарау, қыр соңына түсу дегеннен мүлдем ада еді. Оқыған дәрістері де ерекше. Кез келген студентті баурап алатын. Күндердің күнінде осы оқытушының беймәлім қырын байқадық. Әдеттегідей дәріс оқылып жатқан уақыт. Бұл жолы оқылған дәрісі бір түрлі, қияли, адам сенгісіз болып көрінді. Оқытушы жантанудан гөрі қиял ғажайып әлеміне еніп кеткендей болды. О дүние, ақырет жазасы, күнәға батпау тәрізді нәрселерді айта бастады. Бір кезде артқы партада отырған тобымыздағы бір жігіт қарқылдап күліп жіберді. Бәріміз аң-таңбыз. «Мұндай дәрістеріңізді қойсаңызшы, қашанға дейін ақыл үйретесіз бізге?» деп өктемсіді әлгі сабаз. «Сен мен айтқан дүниенің мәнісін түсініп те отырған жоқсың. Кейін түсінерсің. Бірақ ол кезде тым кеш болады ғой», деді оқытушы. «Неге кеш болады?» деген студенттің сұрағына оның жауап бергісі келмеді. Әлгі бала тықақтап қоймаған соң «Сенің артында шайтан отыр» деп қалғаны. Бірақ студент оның сөзіне аса мән бермеді. Оқытушының қияли сандырағы десе керек. Алайда бір апта өткен соң біздің топ қара жамылды. Оқытушыға өктем сөйлеп, ескерту жасаған тобымыздағы сол жігіттің қайтыс болғанын естідік. Туыстары Рауанның неден көз жұмғаны туралы тіс жармады. Бірақ онымен жақсы аралас-құраласта болған тобымыздағы жігіттер Рауанның есірткіден өлгенін сыбырлап айтып жүрді. Рауан соңғы рет есірткінің тым артық дозасын қабылдаған көрінеді. Осы кезде мен есіме бір жеті бұрын болған оқиға түсті. Мән-жайды оқытушы ағайымыздың өзінен сұрастыра бастадым. Сөйтсем, ағайымыздың көзіне расымен де Рауанның артында отырған шайтан көрініпті. Неге өзгенің көзіне көрінбеген нәрсе тек оқытушыға ғана байқалды деген сұрақ туындады. Оның мәні бар екен. Ағайымызға осыдан бірнеше жыл бұрын операция жасалған екен. Сол операцияда дәрігерлер оны өлдіге санаған. Себебі ол бірнеше күн бойы ес-түссіз жатқан көрінеді. Бір сәтте жүрек қағысы да мүлдем тоқтап қалған екен. Содан әупірімдеп жүріп қолынан келгенін жасаған дәрігерлер
оны осы өмірге қайтарған көрінеді. Біраз күннен кейін ес жиып өз-өзіне келген соң ол біртүрлі тылсым құбылыстарды көре бастапты. Өзінің айтуынша Рауанның артынан шайтанның еріп жүргенін баяғыда байқаған. Оның бір апталық өмірі қалғанын да жақсы біліпті. Бұл қасиет оған ана дүниеге барып келгеннен соң дарыған екен. Ол бұдан бөлек өзге жұмбақ құбылыстардың да сырын білетінін бертінде білдім. О дүниеге бірнеше минут қана барып қайтқан адамның тылсым дүниемен мұнша байланысы барына таң қалдым. Бірде, ал сонда ана дүниеде көзіңізге не көрінді? Ол жақ қандай екен? Деп ақырет жайлы сұрағаным бар. Бірақ ағай оған жауап бермей қойды. Кезі келгенде әрқайсымыздың баратын жеріміз сол. Сонда өзің көрерсің, деді. Әңгіме авторы Сәния Бекбатыр. Құрметті тыңдарман, егер әңгіме ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркелуіңізді сұраймын. Мені қолдаған әр оқырманға мың алғыс.